Саламатсыздар ма? Білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингі бойынша тесттер жинағы 9 сынып математикалық сауаттылық пәні бірінші нұсқа. Кестені пайдаланып функцияны формуламен орнатыңыз. Яғни бұл жерде кесте берілген x айнымалының мәні және y-тің мәндері соған сәйкес. Олай болса жауаппен тауып көрейік. X-тың орнына 1 деген мәнді қойсақ, бізде 1-дің квадраты 1, оған 1-ді қосамыз, 2 болады. Олай болса біздің жауабымызда минус 1 болу керек. Бірақ бізде минус 1 емес, плюс 2 шықты. Бұл жауап дұрыс емес. Екінші, минус 1-ді қойсақ, минус 3 шығады. Бұл да дұрыс емес. 1-ді қойсақ, 1, бұл жерде 3 шығады. Жауап дұрыс емес. Нәтижеге 1-ді қойсақ, д жауабына 1-ді 1 квадрат. Одан минус 2-ні алсақ, бізде минус 1 шығып тұр. Дұрыс. 2-ні қойсақ 4, 4-тен 2 алсақ 2. Дұрыс. 3-ті қойсақ 9, 9-дан 2 алсақ 7. Дұрыс. 4-ті қойсақ 16-дан 2 алсақ 14. 5-дің квадраты 25, 25-тен 2 алсақ 23. Ондай олай болса дұрыс жауап да. Екінші есеп. Күмістен жасалған бұйымның салмағы 18,4 грамм. Ондай күміс бұйымдарының миллион тоннасының салмағы қанша болады депті. Яғни 18,4 грамм бізде осындай бұйымның миллион тоннасы қанша болады. Яғни 1 миллионға көбейтсек 6 0 тең көбейткенде бізде 18 миллион 400 мың шығады. 400 мың грамм. Яғни бұны енді тоннаға айналдырсақ 18,4 тонна шығады. Олай болса бізде д жауабы дұрыс. Үшінші, n жұп сан натурал сан екені белгілі дейді. Бұл өрнектердің қайсы міндетті түрде 6-ға бөлінеді. Енді орнына қойып көрейік. Жұп сандар бізде есімізге түсірейік. 2, 4, 6 деген сол сияқты сандар. Енді 2-ні қойсақ 3 дәрежесі 8, 8-ден 1 алсақ 7. Бұл жерде 7 бөлінбейді 6-ға. 2-ның квадраты 4, 4-ден 2-ні алсақ 2. Бұл да бөлінбейді 6-ға. 8, 8-ден 2 алсақ 6. Бұл жерде біріншінде 6 шықты. 4-ті қойсақ 64, 64-ден 4-ті алсақ 60, онда 6-ға бөлінеді. Яғни жауап келеді. Одан қалған 2 жауапты тексеріп жіберейік. 2-ның квадраты, 2-ның 3 дәрежесі 8-ге 1 қосқанда 9, ол 6-ға бөлінбейді. Мына жерде 3 дәрежесі 2-ның 8, 8-ге 2 қосам 10, ол да бөлінбейді. Сонда бізде д жауабы дұрыс. Бірінші сынып оқушылары жұппен экскурсияға барды. Бір қыз өзінің алдынан 5 жұп және артынан 6 жұпты көрді. Экскурсияға қанша бала барды? Бұл енді оңай есеп. Алдымда 5, мына жерде қыз 5 жұп болғандықтан біз екеуден есептейміз. Бар. Яғни 10 адам болғаны. Ізінде, яғни артында 6 жұп бар. Онда 2, 12. Олай болса, барлығы жұп-жұптан болса, мына қыздың өзі де 2. Онда 2. Сонда барлық жауап оқушы 24 оқушы болғаны. Да жауап.
сұрақ белгісі қандай комбинацияға сәйкес келеді дейді. Яғни бірінші есептің берілгенде 3-дің 5-ке қатынасы, 6-ның 10-ға қатынасы 3030-ға тең дейді. Енді бұны пропорциямен көбейтіп көрсек, 2-ін ортаңғы мүшемен 2 шеткі мүшесін көбейтейік. 6 көбейтілген 5 тең 3 көбейтілген 10. Бізде бұл жерде енді қарап отырсаң, шығады бізде 30-да 30 шығып тұр. Олай болса бізде көрейік енді. 6-да орында n тұр бізде. Одан кейін 15-тің орында отыр. 3-ті бізде p тұр. 10-да i тұр. Бұна әріп бар ма, осыған ұқсайды. Яғни бізде е жауабы деген болады. АО 9 бірдей бөлікке бөлінген дейді. АО 180 градусты біздер 9 бөлікке бірдей тең болғандықтан 9-ға бөлеміз. Сонда бізде әр бұрыш 20 градустан келеді екен. Енді есептейік. АОК 1, 2, 3, яғни бізден жер 60 градус. Сонда АОК бірінші есеп бойынша 60 градус. ВОЕ бұрыш 40 градус. Бізде сонда 100 болыпты. Бізде қосындысы 120-ға тең болу керек, бірақ бізде ол 100-ге тең болып тұр. Онда А жауабы дұрыс емес. ВОЕ 40 градус болады бұл жерде жаңа өткендей. АОК яғни мынадан кім дейді? 40. Мына жерде бізде 1, 2, 3, 60 болды. Яғни азайтсақ, 60-тан 40-ты азайтсақ, бізде 20 шығып тұр. Бізге керегі 30 градус болу керек, бірақ енді бұл бізде дұрыс жауап болмайды. КОЕ 80 градус. КОЕ бізде 80 градус екен. 80 градус. АОК бізде 60 градус. 60 градус. Айырмашылығы дейді ВОЕ бұрышына дейінгі. ВОЕ бізде 40 болады. Бұл жерде де бізде тең емес жауабы. Сол сияқты АОСына қарайық. АОС деген бізде бұрыш бар ма? Жоқ, 90 градус. Яғни жоқ, бұлай болса КОЕ-ні көрейік. КОЕ бізде 80 болып тұр. КОЕ АКОК 60. Яғни АОК КОЕ-ден бізден 20 градус артық. Яғни олай болса дұрыс жауабы бізде мынау. Д жауабы. Келесі. Тауарды арзандату акциясы бойынша мектеп панелінің бағасы 50 теңгеге арзандады. Бастапқыда панель 300 теңге тұратын, ескі бағаға 300 теңгеге оралу үшін жаңа бағаны қанша пайызға көтереміз? Яғни бастапқы панелі бастапқы бағасы 300 теңге болса, одан 50 теңгені алып тастасақ, бізге қазіргі жаңа бағасы 250 теңге болды. Енді бастапқы бағаға келу үшін біздер қанша пайыз пайызға көтеру керек дейді. Олай болса, қазіргі жаңа бағамыз бізде 250 теңге болса, енді ауызша бұны шығаруға да болады, бірақ енді көрсете салайын. 100%. Енді бізде қанша пайызға өсетінімізді білу үшін
яғни 300 теңге болу үшін енді бізде мына жерде 250-ге біздер 50 қосамыз ғой. Сол кезде 300 теңге болу керек. Енді қанша пайыз екенін білу үшін. Енді біздерге белгілі, енді тез шығаруға да болады, бірақ енді есептеудің жолын көрсетейік. 250-ге 50 қосқанда 300, яғни бастапқы жаға теңгенің құнын біліп тұрмыз, бірақ пайызын есептеуіміз керек. Сондықтан бізде мына жерде 50-ді 100-ге көбейтеміз. 250-ге бөлеміз. Сонда бізде жерде бір нөлмен 500. 500-ді 25-ге бөлсек, яғни тең 20. Бұнда 20%. Яғни Д жауабы 20%. Мектеп қоршауының периметрі бойынша ағаштар отырғызылды. Ағаштарды Мадина мен Зейнеп бір-біріне қарама-қарсы жүріп санады. Бірақ әртүрлі ағаштардан бастайды. Сондықтан Мадина 12 деп есептеген ағашты Зейнеп 42 деді. Мадина 12 деген ағашты Зейнеп 42 деп санады. Ал Мадина бірінші болған ағаш Зейнепте 7-ші ағаш болған. Енді барлығы қанша ағаш дейді. Бұл жерде енді қарасаңыздар, Мадинаның бірінші болған ағашы Зейнепте 7-ші ағаш болған. Енді бұдан кейін Мадинаның ағасы 12. Онда 7-ші ағаштан кейін 4 ағаш жүргеннен кейін бізде 12-ші ағаш болды. 12 ағаш болады, яғни 12-ден 7-на, яғни 12 ағашқа, яғни 12-ші ағашқа жету үшін 4 ағаш жүруіміз керек. 4 ағаштан кейін бізде 12-ші ағаш болады. Енді олай болса, бізде Зейнеп 4 ағаш жүрсе, онда біз соңғы ағашымыз мына жерге 4 ағаш жүрсек, онда бірінші ағаш, яғни соңғы мына жерде бірінші ағашқа келу үшін 42-ге 4-ті қоссақ, бізде сонда 46 ағаш болады екен. Жауабы 46 ағаш. 9-шы есепте енді бұл жерде кірпіштің өлшемі берілген. Енді бұның барлығын метрге айналдырып аламыз. 25 сантиметр. Яғни 1 метрде 100 сантиметр болғандықтан 0,100-ден 25 метр болады. Келесі 12 сантиметрді, ол да 0,100-ден 12 метр. 8 сантиметр тең, бұл 0,100-ден 8 метр болады. Осы енді үшеуін көбейткенде біздер бір-біріне көбейткен кезде бізде болады 0,10, яғни 10-нан 24 болады. 10-нан 24 метр кубқа тең болады. Мұна 2 метр, 1,2 метр, 3 метрдің көбейтіндісі бізде 7,2 метр куб болды. Енді осыдан 7,2 метр кубты бөлемін 0,0024 метр куб. Енді бұдан болады 7, 2, 1, яғни бөлемін 24-ке. Бұдан шығады 3000.
Сонда бізге керегі бұл 3000 кірпіш екен. Бастапқы 3 команданың азықтарының саны 7х деп алайық, бізге қатынасы ғой. 7х, 6х, 5х. Енді ол бастапқы саны болса, енді соңында оның саны бізде y деп алайық. 6y, 5y, 5y, сосын 4y. 4y. Енді бұл жерде бәрі тең сияқты топтардағы мәндері. Енді бұлай болса, біздер оны әрі қарай жүйе арқылы шығарып көрейік. Жүйемен қалай шығады екен. Яғни шешуін бұлай етіп есептеп көрсек қалай болады. 7 қосылған 6 қосу 5 десек, бұл жерде неше шығады? 13, 18 шықты, Екінші 6 қосу 5 қосу 4 тең болады 15, 15 шықты. 15. Сонда топтар азықтарының бөліктерін қосқанда ойынға дейін де, ойыннан кейін де екінші топ азықтары барлық азықтың 3-тен 1. Демек, екінші топ ұтылмады да, ұтпады да, азықтарының саны өзгермеді. Бірінші топ, үшінші топтан 12 азық ұтып алса, ойын онда басталардағы азықтары бізде 7х, 6х, 5х. Ал аяқталғанда 6y, 5y, 4y болсын. Онда есепті бұлай етіп шығарайық. Өшіріп тастай салайын. Мына жерде өшірмейді ластик. Жарайды енді. Бұлай етіп шығарайық. 6y-ден азайтам мен 7y-ді. 7х деген 7y тең. Бізде 12 болды. Келесі. Енді соңғы 4y-ден азайтам 5х-ді. Сонда тең болады минус енді 12. Осыдан шығады біздер. Біз y-ден мына жерде 12-ге келтірсек, көбейтіп бір айнымалыдан құтылуымыз керек қой біздер. Мынаны 2-ге көбейтсек 12 болады. 12y минус 14y болады. X 14x. Тең 24. Тең 24. Енді минус 3-ге көбейтсек, яғни минус 12 болады. Y плюс 15x болады. Плюс 15x болады. Сонда тең плюс 36 болады. Енді бұларды қоссақ, мына жерде екеуі жойылады. Сонда x тең болады 60-ға. X тең 60-ға болады мына жерде. Енді осы 60-та барып біздер бағанағы
жетіге қоямыз, иә. Бірінші алғашқы жеңген команда. Үшінші команда. Бірінші алғашқы жеңген командаға қойсақ 60-ға. 7x тең 60. 420. Яғни сонда бізде жауабы 420 С жауабы екен. Он бірінші есеп. Суреттерде көрсетілген екі бұрыштың қосындысын табыңыз дейді. Бізде берген тікбұрышта 3 бұрыш. Яғни тікбұрышта 3 бұрыштың бір бұрышы 90 градус екенін білесіңдер. Мына жер 90 градус. Олай болса, мына екі бұрыштың ішкі бұрыштың қосындысы бізде 90. Енді сыртқы бұрыштарды десек, мына жердегі бұрыш 180. Мына бұрыш, екі ішкі бұрыш пен сыртқы бұрыштың қосындысы 180. 180 тең 360. Енді ішкі бұрыш пен сыртқы бұрышты қосып алдық. Мына жердегі 360 градус болды. Олай болса, біздер мына жердегі ішкі бұрыш пен мына ішкі бұрыштың қосындысы бізде 90. Осы онда 360-тан біздер азайып тастаймыз. Нешені? 90-ды тең болады. Сонда сыртқы мына жердегі бұрыштардың қосындысы бізде 270 градусқа тең болады. 70 градусқа тең болады. Жауабы Е. 12-ші есеп. Шаршы тіктөрт бұрыштарға бөлінген, олардың екеуінің периметрі дейді суретте көрсетілген. Шаршының бүйірінің ұзындығын тап дейді. Яғни периметр барлық қабырғаларының қосындысы. Олай болса, мына жерде периметр бізде бірінші неде 6 болса, яғни 6-ға тең болса, біздер яғни квадраттың периметрі 4-ға тең еді. Осыдан біздер аны тауып алсақ, 6-ны бөлеміз 4-ге тең болады 1,5. Одан кейін екінші, мына жерде сонда барлығы 1,5-тен болған. Мынау 1,5, мынау 1,5. Енді 18. Дәл осы жолмен А тең болады. 18-ді біздер 4-ге бөлеміз. Сонда бөлген уақытта 4,5. Сонда мына жер 4,5 болған. Мынау 4,5 болған. Енді мынау 4,5, мына жердегі 1,5-ді қосса. Сонда екеуінің қосындысы бізде мынаны қосса, бізде 6 болады. Жауабы Б жауабы. Келесі 13-ші есеп. Диаграммада дүкеніндегі гүлдердің саны көрсетілген. Егер барлық гүлдер 720 дана болса, дүкенде қанша қалампыр бар дейді. Енді бұл есепті барлығы мына дөңгелектің ішіндегі гүлдер, яғни 720 гүл бар. Енді осының қақ ортасында раушан гүлі бізде, яғни 720-ның жартысы 2 тең 360 болды. Енді қызғалдақ сол 360-тың жартысы. 360-тың жартысы 2 тең 180. Қызғалдақ. Енді қалампыр мен түймедақ. Қалампыр бізде, мына жерде түймедақ, қалампыр мен түймедақ бізде екеуінің қосындысы, яғни қызғалдақ. Түймедақтікі 180 болу керек енді. Осыдан біздер енді мынаны қарап отырсақ, мына жердегі мен мынаны 2 тағы бір рет бөлсек, мына үшеуі тең болады. Олай болса 180-ді біздер
3-ке бөлсек 60 шығады, е. Әрқайсы 60-тан болған. Сонда түймедақ бізде 60 болғаны. Жерде онда түймедақ бізде 60 болғаны, 60 штук болғаны. Енді қалған мына екеуі бізде қалан біріміз 120-ға тең. Олай болса жауабы Е жауабы.